Мамырда күн күрт суытар кезеңді қазағым құралайдың салқыны дейді. Бұл күндері киік төлді плагын өргізеді. Бірақ жер емген, мал баққан оралдық шаруалар үшін жазғы тұрының жылуы жайсыз болып тұр. Өйткені бұл аймақта соңғы кездері ақ бөкендердің саны тым көбейгені соншалық жайылымды жайлап, шабындықты тып-типыл қылып отап барады. Мыңғыртып мал айдаған шаруалардың киікті атарға оғы жоқ. Атайын десе құрығы ұзын, заң қатты, жан тәтті. Атайын десе миллиондап өрген дала еркесі қалаған жерінде жайылып, 4 түлік малды азығынан айырып жатыр. Бірақ динозаврлар дәуірінен бері келе жатқан киікке қатысты нақты шешім әлі қабылданбады. Ғалымдар олардың санын әу баста 600 мыңнан асырмай реттеп отыру керек еді дейді. Енді бірі кеш дейді. Қызғаштай қорып қамқорлаған бұл жануарлардың саны биыл 3,5 миллионнан асып кетуі мүмкін. Ал шаруалар мәселе шешілмесе мал бағуды қоямыз деп қорқытады. Еркін Карин жалғастырады. Оралдық ғалымдар бұл тәлімбаққа бетпақталаның киіктерін арнайы алдырып будандастырыпты. Төлдің салмағы 2 есе үлкен, тұрқы да ірі. Зерттелген 75 лақтың 18-і тірі қалса да, осының өзі үлкен нәтиже дейді. Аумағы 60 гектар жерде қазір 60 шақты киік бағылады. Мұның бәрі де былтырғы лақтар. Былтырғыдай қолға ұстау, емізу дегенге көнбейді. Бәрі де өсіп жетіліп, табиғаттың төл баласы болып кеткен. Мұндағы мақсат киіктің қанын жаңарту. Егер тосыннан індет шықса, тәлімбақта тұқымын сақтап, тіпті қайта көбейтіп өсіруге де болады екен. Молоко! Ақбөкендерді осылай шақырамыз. Енді қазіргі уақытта енді жемді тоқтатып, көкшөпке ілесті ғой. Енді сол көкшөп жеп отқан соң көп келмейді. Өзінің уақытында шу кәдімгідей тасымалдап алып келіп құйып отырып, бейтаныс қозғалыс уақыттарында әртүрлі дыбыстар шығып үркіп енді қашатындар бар, енді оны жасырмаймыз. Бірақ шақырылғанға келеді. Қазір өңірде қанша киік бары әуеден саналып жатыр. Бірақ ғалымдар биыл олардың саны 4 миллионға жетеріне сенімді. Ал шаруалар киік көбейсе, жайылым мен шабындықты құртады деп күйінеді. Әрі облыстағы 4 түліктің жартысынан астамы осы оңтүстік аудандарда шоғырланған. Ана жылы 40% өлді дедік малдың. Биылғы жылы енді Алла тағаланың өзі көмегін берді. Қыстан аман есен шыққан болар, бірақ та киік те аман есен шықты. Олар биыл төлдейді, төлдегеннен кейін айқайды көреміз. Осы киік болмайтын болса, былтырғы миллиардтап берген қаржыңыз облыстың басқа да бір істеріне кетер еді ғой енді. Қанша мектептер бар, қанша жаңағы суландыратын жерлеріміз, халық үйренді, ертең талап ететін міне елден келіп отыр. Айтады, біздерде шабатын шөп жоқ, ал шөп тасуға Тасқаладан, Қаратөбеден давайте тағы да қаржы дейтіні сөзсіз ол. Былтыр мен Нысанбаевпенен мәслихатта кездескенде маған сигнал түсті. Алдыңғы жылы облыс бойынша 1 миллион 900 киік деп не берген екен, есеп берген екен, соның миллионын алдырып тастаған. Осылай екеуміз сөйлесіп тұрып айттым ғой. Солай етіпсіңдер ғой деп. Үнде бермей қалды. Киік шынымен де тығырыққа тірегендей, алысқа айдап қуып жіберетін бос жер жоқ. Тарихи отанына қайтарайын десе су тапшы, ал мал азығын дайындайтын кооператив құруға көп ақша керек. Қазір Жаңғаланың резерватында су жоқ, себебі ешкім суды әлі апарған жоқ. Ол резерват бар, жер бар, киік жоқ. Неге резерватқа су апармасқа? Осының бәрі экология, осында айттық. Ешкімге керек емес. Тек қана ату киікті болды. 50 мың атар, 30 мың атар, 40 мың, 100 мың атар, онымен реттелмейді. Кооператив Жақсыбай ауылынан пилоттық жоба ретінде 500 миллион ақша теңгені СПК Ақжайық арқылы финансовый лизинг ретінде бүткіл жаңа құралдарын алып берсек, 5000 гектар жер мал азығын өсіретін жағдай жасайдында етіп жасасақ, климатымызға қарап, судан шөбін егетін болсақ, мал азығы жетеді. Қазіргі жағдайда біз шаруа қожалықтың жағдайын емес, халықтың жағдайын шешуге мәжбүрміз. Әзірге егістік пен шабындықтан ақбөкендерді айдап шығу үшін 7 ауданда арнайы топ құрылған, бірақ мұның өзі аз. Киікпен күресуге әлі 250 адам керек. Нәтижесі енді ондай ойдағыдай болмауы мүмкін. Себебі деген киік өте көп, оны қай жерден, қай егістен айдап, қай егістікке оны манаға айдап шығу, ол да өз бөлек сұрақ. Сондықтан өте қиын болады. Оған өте көп күштер керек болады, техника керек болады. Бірақ табиғат жанашырлары мұнымен келіспейді. Киікті кінәлағанша осындай жағдайға жеткізбеу керек дейді. Қазір енді киікке қатысты бір жақты әңгіме айтылатын болды. Ол жаңа киіктің зиян жағы. Киіктің өзінің табиғи жолы, өзінің миграция жолы жабылып қалды қазір. Оны әркім әр жаққа қуады. Себебі
киіктің жүретін бұрынғы тарихи жерлері фермерлерге таратылып берді. Киікке қатысты дәл қазір нақты ешқандай шешім жоқ. Бір жауапты орган бекітілген жоқ. Әрқайсысы бір-біріне сырумен отыр. Ғалымдардың есебінше ақбөкендердің саны 600 мыңнан аспауы керек. Сонда сайындалары сыйысып тірлік етуге болады. Әйтпесе аяқ астынан індет шықса жаппай қырылады. Әрі миллиондаған өлексені жинап алуда аз шығын емес. Сондықтан жыл сайын 1 миллион басты жою керек дейді. Бірақ оларды құр атқаннан гөрі етін ел несібесіне жарату үшін тиісті құжаттарын рәсімдеп қойған. Швеция елдерінде 30% бұландарды жойып тұрады. Америкада қабандарды және мустанг дейміз, жабайы жылқыларды армияның көмегі арқылы қырып жатыр. Кенгурулар мен қояндарды, жабайы қояндардың барлығын өртеу арқылы, болмаса оларды армияның көмегімен бірінші улап та көрді, олар самолеттермен үстінен жүріп у шашып өлтіріп, ол тиімсіз болғаннан кейін өртеп. Қазіргі уақытта Австралияда жерді терең жырту арқылы үнінде жою жұмыстарын жүргізіп жатыр. Ол әлемдік тәжірибе. Киік санын реттеу науқаны кезінде 43 мыңдай ақбөкен ауланыпты. Бірақ логистика мен инфрақұрылым үйлеспеген соң нәтиже көңіл көншітпеді. Еті жарамсыз болған жануарлардың мүйіздері қайда кеткенде белгісіз. Енді аулауға тағы рұқсат берілсе, бұл іс кідіріссіз конвейер секілді жолға қойылуы тиіс. Яғни сойғаннан бастап сатуға шығарылғанға дейінгі процесс үздіксіз болған жөн. Әйтпесе кезекті киік қырғыны ретінде тарихта қалар анық. Даланы дүбірлеткен ақбөкеннің дауы дөңгелек үстелге де сыймады. Тараптар енді арашаны астадан күтеміз дейді. Еркін Карин, Алтынбек Қабделев, сараптаймыз.